Құдай уақыт бердің дейді. Не істедің дейді. Біреулер жүр. Бір тұрсам төсектен намаз оқимын дейді да. Бір сәл уақыт берсе, мүмкін Құран оқып қалам дейтіндер бар шығар. Ал біз сол уақыттың кейде қадірін білмейміз. Сағаттап, мысалы мынау ғалымдар айтады, уақыттың өзі адам құлшылыққа бет бұрса, уақыттың берекесі кіреді. Мысалы қарасаң кейде WhatsApp-қа, Facebook-қа 1 сағат жетпей қалады, дұрыс па? Оппа, кету керек, үйту керек, қарасаң 1 сағат, 1,5 сағат өтіп кетті. А сен сол 1 сағатты, сол 1,5 сағатты Құранға берсең, уақыт өтпей кетеді. Құдай ғибадатқа келген кезде береке береді. Қазір міне біз Құптанды оқып алдық, 1 сағаттық дәріс, 50 минуттық дәріс, жаңағы имам айтып жатыр ғой, шыдай тұруға болады ғой деп. Ол ұзап кетеді, Алла сондай береке береді. Ал енді әйтпесе қазір түндер өтіп кетіп жатыр ғой.